Оңай олжаға кім кенелгісі келмесін. Әсіресе алма піс, аузыма түс деп жата тұра тіршілікте тарықпауды армандайтындар үшін қаржы пирамидалары алтын көмбе тәрізді. Мысалы, талай елде салымшыларын алдап соққан Questra компаниясының назарынан Қазақстанда тыс қалмаған. Бұл қаржы пирамидасы бастапқыда инвестициялық компания ретінде танылған болатын. Жағымды пайыздық мөлшерлеме ұсыну арқылы қарапайым халықты қызықтырды. Дегенмен оның да өз алаяқтық әдісі бар. Бастапқыда айына 2 реттен 7-8% көлемде сыйақы төленеді. Инвестор болғысы келген адамдардың саны артып, құйылған қаржы көбейген соң, компания өзінің жұмысқа әрекетіне көшеді. Өзінің инвестициялық компания екенін жұртты сендіру мақсатында уәдені үйіп төгеді. Салымшыларды байлыққа батасың деп сендіріп, қызықтыратын түрлі үстеме пайызды инвестициялық пакет ұсынады. Салған қаражатыңыздың көлемі ұлғайған сайын сізге түсуі тиісті табыс та еселенеді, тек қағаз жүзінде. Бірақ салымшы оны ескермейді. Жарнамада жазылған мыңдаған евроны қалтасына түскендей көріп, алданып отыра береді. Соңынан салымшылардан жиналған ақшаны офшор компаниялардың есепшотына аударып, өздерін банкрот жариялайды. Бұл компанияның алаяқтық әрекетінен билік өкілдері де хабардар. Тіпті мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан да кезінде палатаның пленарлық отырысында осы қаржы пирамидасының халыққа келтірген зияны жайлы дабыл қаққаны есімізде. Қаншама халықтың ақшасы шетелге асып, ізғайым жоғалып жатыр. Бұған кім жауап береді? Онсыз өзі кризис болып жатқан кезде әр азамат өз қолымен ақшаның дефицитін жасап жатыр. Бұл компаниялардың бәрі заңсыз. Қазақстанға бір тиын салық төлемейді. Шетелдіктер бізге ақша бермейді, бізден ақшаны алып кетіп жатыр. Осыны түсінуіміз керек негізі. Бұған дейін де Helix, Dels Capital, Indigo деген секілді компаниялар болды. Пайдан табасың, тек ақшаңда келсең болды деді, миллиардтаған теңгені халықтан жинап алды, жауып қалды. Солардың соңынан тергеу жүргізген біреу бар ма? Бар болса, неге оны әшкересін шығармаймыз? Дәл осы сәтте Questraға ақша салу үшін кредит алып, ломбардқа алтынын өткізіп, көлік үйлерін сатып жатқан адамдар көп. Әніміне дегенде енді Questramызда жабылып қалады, түсінікті, үрленген шар секілді жарылады. Ақырында инсульт алған, инфаркт алған ағайын қалады. Сосын кім жаман, үкімет жаман болады. Себебі бұндай қаржылық компаниялар тексеру керек еді, тоқтату керек еді. Халықты қаржылық сауаттандыру керек еді. Ресми емес деректерге сенсек, 2015 жылы құрылған Questra Holding компаниясы да Virgin аралдарында тіркелген. Офшорлық мүмкіндіктерді беретін елдер өз аумағында тіркелген компаниялар туралы ақпаратты ешкіммен бөліспейді. Сондықтан ашық дерек көздерде бұл қаржы пирамидасы туралы толық мәлімет жоқтың қасы. Еуропаның Бельгия, Аустрия, Чехия, Словения және Ұлыбритания сынды елдерінде компания әрекеті ресми тоқтатылған. Ал Қазақстанда әзірге еліміздің бас прокуратурасының ескертуімен шектеліп отыр. Прокурорлар қазіргі таңда қаржы пирамидаларынан зардап шеккендер санын анықтау мүмкін емес дейді. Себебі сенімсіз болса да, жеңіл пайданың соңына жүгірушілердің қатары арта түсуде. Әрине, Questra қазақстандықтарды тақырға отырғызған бірінші қаржы пирамидасы емес екені айдан анық. Тіпті баспанасынан айырылып, несиеге батқандар қаншама. Өкініштісі, солардың жағдайын көріп отырса да, бұл өзгелерге сабақ болмай келеді.